Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін біз міне 14-ші күн жалғасуда астағфирулла деп 5000 рет айтып жүргенімізге міне челленджіміздің 14-ші күні. Күнделікті айтып жүріңіздер. Егер мен көрген болсаңыздар, көріп жүрген болсаңыздар, алдағы уақытта маған тіркелген болсаңыздар, күнделікті айтып жүрулеріңізге кеңес беремін. Және де болашақта жеке өзіміздің группамызда, телеграм тобымызда ашсақ, оған да күнделікті салып жүретін боламыз. Күнделікті астағфирулла деп айтудың пайдасы өте көп. Астағфирулла, 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 астағфирулла деп күнде айтып жүре беріңіздер. Күнделікті постоянно енді жүрегіңізбен айту мүмкін емес болады, ол белгілі ғой. Бірақ та күнделікті тіліңізден осы нәрсе түспесе, тіліңіз осымен құрғамай, постоянно су болып тұрса, альхамдулилля, ол өте жақсы. Ал егер де жай ғана болмайтын былапыт сөздермен тіліңіз толатын болса, ол өте жаман. Осы 14 күн ішінде мені біраз нәрсеге үйретті, осы истиғфар айтып жүру. Сол үшін де барлықтарыңызға кеңес беремін. Күнде айтып жүріңіздер, тастамаңыздар. Хотя бы 100 рет, хотя бы 200, 500 рет, максимум қанша айта аласыз, 300 айта аласыз ба, айта беріңіз. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Бұл сөздер сіздің қаншама проблемаңыздың шешімі болады. Енді бүгінде Алла нәсіп етсе 5000-ға жеткізуге тырысамын. Кеше күні 5000-ға жеткізе алмадым. Бүгін 5000-ға толтырдым. 2000 бағана түске дейін айтып тастаған едім. Енді мына бүгінгі айтқаным 1700. Күнделікті айтып жүрейік бауырлар. Аллах тағала дұға тілектеріміз қабыл етсін. Көріскенше күн жақсы. Аман сау болыңыздар.